комикстер. Қазір бүкіл әлемде комикс арқылы мультфильмдер жасалған, үлкендерге арналған бейнероликтер көрсетіліп отыр. Ағай көңіл күйіңізді көрсетті. Ағай енді бұлар манга стилінде жасалған суреттер. Комикс, манга екеуі бір мағына. Манга дегеніміз не? Оның өнері, манга өнерінің қысқаша тарихы. Не екен ол? Манга өнерінің қысқаша тарихы, манга өнері Жапонияда ежелден бастау алған. Оның алғашқы нұсқалары 12 ғасырдағы Чоцугига буддистік храм қабырғаларында бейнелерді байқалады. 19 ғасырдағы Кокусайдың манга эскиздері атты жинақ жарық көріп, манга терминін кең қолданыла бастады. 20 ғасырда Осама Тедзука, Астро Бой сияқты шығармаларымен заманауи манга өте бір қиындыққа кез болды. Яғни ол кісі туралы мағлұматтарды алғанда оқып түсіну оқушыларға өте қиын болды. Өйткені ғылыми тілде қандай ақпаратты алсам да. Сондықтан оларға жүйелі түрде суреттермен жұмыс істеген ыңғайлырақ деген бір ой келді да, мен іздеген бастадым. Сөйтіп маған жасады келіп көмекке келді. Ережені ұстанамыз. Яғни бізге не керек, соны нақты жазамыз. Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығына талдау жасау бойынша манга стилінде оқиға баяндап бер. Ол жерде Әл-Фарабидің балалық шағы болсын бірінші, екінші отардан шыққаны болсын. Яғни оны сатылап, неғамыз алгоритм ретінде жазамыз. Өзімізге не керек, соны ерекшелеп, бірінші, екінші, үшіншіге жазып шығамыз. Ал егер олай істемейтін болса, бізде ол ChatGPT өзінің ойында не бар, өтірік нәрселерді істеп бересі бар. Бір күні мен көп істерді енді уже 3 жылдан бері жасанды интеллекттен жұмыс жасаймын, онлайн курс қазақ тілінде сабақ беремін. Бағдарламаны дұрыс іздемесеңіз, сіздің жаңағы тақырыбына сәйкес шықпайды. Мына жерде апай 4 суретті біз шатастырып қана, бұл жерде 2 сурет қана бағдарлама дұрыс ізденісті бағыттаған кезде ғана шығып тұрды. Қалған кезде сол Әл-Фарабидің заманына қатысы жоқ суреттер шығып кетеді. Сол сияқты сіздерге жасайын дұрыс бағытта пайдаланбасаңыздар, ол сіздің жаңағы кері сізге әсер етеді деген нәрсені көрсеткісі келіп тұрды. Адастырып жібереді. Сол үшін сіз оны өзіңіз жасайын өзіңіздің икеміңізге қарай дұрыс бағыттауыңыз керек. Сонда ол сіз дұрыс ақпарат дұрыс ақпарат бересіз. Ал ол бейбер екен, ол өте ақылды екен деп не қыла берсін, қолдана берсін, ол сізге дұрыс бағытқа жетелемейді деп, 4 суретті осылай қойған деп ойлаймын. Яғни алгоритм, біз өзімізге не керек, нақты жазуымыз керек. Әйтпесе мына жерде мына суретке қарасақ, біздің ұлттық менталитетке тура келмейтін. Егерде дұрыс бағдар беретін болса, дұрыс алгоритм қойып, дұрыс направление бағдар қоятын болса, сонда кез келген программа, жаңағы ChatGPT айтып отыр ғой, мысалы қарапайым алып қарайтын болса, сонда кез келген адам сұрайтын болса, менің ойым дұрыс алгоритмді енгізіп қойса, басқа адам іздейтін болса, дәл сол нақты бағдарламаны береді да. Менің түсінігім бұл апайдың ойы, егер дұрыс бағдарлама қойсаңыз, кез келген жаңағы айтып отқаны ChatGPT дейді, жаңағы жасанды интеллект, солардың барлығына біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды дұрыс бағдар беру арқылы енгізіп қойсақ, біздің ұрпақтарымыз болашақта кітап оқуға немқұрайлы болып жатыр ғой. Қазіргі технологияның дамыған алғандығы, кітап мектепте ешкімізде жаңағы қандай білім алғандығы, оқығандығы, ізденімпаздығы туралы, сонда балаларға киноны көрсеңіздер, тек ізденістегі Әл-Фарабиді көріп, оның еңбегінің нәтижесін біз көргенбіз да. Ал енді бұл апайларға, бұл мектептің ұжымына айтатын рахметім, қазіргі жаңағы Әл-Фараби атам мына жерге шығып сіздерді жаттығуға шақырды, содан кейін ұстаздардан шақырды, сөйтіп өз ойларын білдірді ғой. Бұл ұжымға айтайын дегенім, қазіргі заманауи технологияны осы Әл-Фараби атамыздың ұмытып кеткен еңбектерін жаңа технологияға байланыстырып, қазіргі ғаламдық программа бар, мысалы ChatGPT деп айтып жатыр, жаңағы
жасанды интеллекттер, соны дұрыс алгоритм қою арқылы біздің ата бабамыздың еңбегін сол ғаламдық программаға енгізген болыпты ғой мен түсінігімде. Баланы сіздер айтасыздар, сіздер пән мұғалімсіздер, мен күштар тәлім беріп та. Ал мен мәжінше баланы әртүрлі деңгейіне қарап сіздер сабақ өтесіздер ғой. Мысалы біреулер сөз сіздер түсінігіне қарап қабылдайды. Ал мен мәжінше суретке қарап бірден сөз мәтінге бұрында, ал осы нәрсеге ескерсеңіздер деп ойлаймын. Енді ол өз пікірім. Әр бала әртүрлі қабылдайды. Біреу суретке қарап қабылдайды, біреу сіздердің түсіндіргендеріңізге қарап қабылдайды. Біреу сіздердің жазғандарыңызға қарап қабылдайды. Сол сияқты нәрсе. Рахмет, әртүрлі пікірі құнды. Енді бұл жерде әр баланың қабілеті әртүрлі дейміз ғой, суретке қарамайды дейсіз, бала ананы оқиды. Бірақ бірден мәтінге жазуға қарайтын баланы қазіргі заманда көбірек өйткені қолында бәрін смартфон ғой. Жарқыраған бейнеге қарайды. Екінші ол кітаптарды ізденіп жатқанын көруге болады. Жан-жағында планеталардың суреті тұрып соған қарап. Енді сол суреттегі ұнамайды, бейнелерге көз алсыншы. Бұл менің бірінші жұмысым. Мен ереже ұстанбай, маған мынандай манга оқиғасын жазып берген. Бейнелеген суретке қарады, суретке. Жаңағына абай айтқандай, күшті суретке емес, мәтінмен жұмыс істейтін жаңағы қабілетке ие. Ал мына суреттерде не көрдіңіз? Мына суреттер сай емес, біріншісімен екінші сурет сай келіп тұр. Бірінші суретте мысалы жер шарын зерттеп жатқан ғалымды көруге болады. Екінші суретте мысалы аспандағы жұлдыздарды Әл-Фарабидің ғылыми ізденіс үстінде орнымыздан тұрайық бәріміз. Халқымыздың керемет қара жорға биден бір жақсылап та биге тартайық. Сіздер кішкене тыңдаңыздар. Айтайын дегенім, өте тамаша авторлық дейді ма, чат-GPT-ға біз ешқандай бағдарлама енгізе алмаймыз. Азғантай ғана ұжыммен, азғантай баламенен қандай үлкен жұмысты көрсетіп отырсыздар.